Әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамның мүлкіне билік ету, шотына түскен зейнетақыларды, жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді алу бойынша және соттың шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған азаматтардың мүлкін иеліктен шығаруға рұқсат беру. Қызметті алу үшін азаматтарға әлеуметтік қамтамасыз ету. Отбасыларға көмек бөлімдеріне өтіңіз. Содан кейін әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамның мүлкіне билік ету, шотына түскен зейнетақыларды, жәрдемақыларды, әлеуметтік төлемдерді алу және сот шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған азаматтардың мүлкін иеліктен шығаруға рұқсат беру қызметін таңдаңыз. Байланыс нөмірі мен имейлді толтырыңыз. Қамқорлыққа алынған адамды таңдаңыз. Бос өрістерді толтырып, қызметке қол қойыңыз. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.